Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте оңай, дәмді әрі тез дайындалатын кекістің рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті видеоны соңына дейін қарап, лайк басып барнама тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майдың үстіне құмшекер қосып, жақсылап араластырамыз. Осылай сары май бір-біріне біріккен кезде үстіне 2 жұмыртқаны жарып, тағынан миксерлейміз. Онымен разрыхлителді қосып, миксерлейміз. Барлық құрам мөлшерін апельсинге қалдыратын боламын. Қамырымыз дайын болды, осындай қоюлықта болады. Енді өз қалауларыңыз бойынша ішіне шоколад немесе мелисер қоссаңыздар болады. Енді кекісті қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз. Осымен өте оңай, дәмді болып шығатын, тез дайындалатын кекісіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеомды лайк басып барнама тіркеліп кетіңіздер. Әлде көп рецепттер болады.